Сәлеметсіздер ме әріптестер? Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының Рудный қаласы білім бөлімінің номер 19 жалпы білім беретін мектебінің қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімі Смағұлова Гүлжазира Кениятовнаның оқу сауаттылығы авторлық курсымды сіздердің назарларыңызға ұсынамын. Жалпы бұл курс 8 модульден тұрады. Бірінші модульде біз сіздермен оқушылардың функционалдық сауаттылығы туралы жалпы түсінікті қалыптастырамыз. Екінші модульде оқыту бағдарламасындағы функционалдық сауаттылықтың маңызы туралы айтыламыз. Үшінші модульде оқу сауаттылығының деңгейлері. Төртінші модульде мәтін мен жұмыс дағдыларын дамытудың негізгі тәсілі ретінде функционалдық оқу тақырыбында жүргізіледі. Бесінші модуль мәтін мен жұмыс істеу тәсілдері. Алтыншы модуль белсенді оқыту, визуализация тәсілдері. Жетінші модуль оқушылардың функционалдық сауаттылығын бақылауға арналған тест түрлерімен мәтін және оған қойылатын талаптар және тест тапсырмаларының қандай нұсқаулықтар беру керектігі туралы танысамыз. Сегізінші модульде функционалдық оқу дағдыларын дамытудағы қалыптастырушы бағалау құралдары жөнінде болады. Жалпы бұл курсты жүргізудегі мақсатым қазақ тілі мұғалімдеріне функционалдық оқу дағдыларын оқытудың жаңа әдістері мен технологиялары туралы білім беріп, сонымен қатар оларды оқу қызметінде жүйелі қолдану дағдысын қалыптастыру. Барлығымыз да білеміз, осы функционалдық оқу, яғни оқу сауаттылығы жөнінде қазақ тілі әдебиет мұғалімдеріне арналған курстар жүргізіліп жатыр. Алайда ол курстардың барлығы республикадағы барлық мұғалімдерді қамти алмайтын түсінікті. Сол себепте де әр пән мұғалімі оқу сауаттылығы бойынша өзіндік ізденістерімен осы туралы түсініктерін қалыптастыруда. Сол себепте де мен де осы пән мұғалімдеріне қосатын үлесім ретінде осы курсты жүргізгім келіп отыр. Жалпы бұл курс аясында функционалдық сауаттылық және функционалдық оқу ұғымдарының тарихына және бұл оқу дағдыларымен байланысты негізгі ұғымдар, өмір жағдайында функциялық оқу дағдыларын қалай қолдануға болады, функционалдық оқу сауаттылығының қандай деңгейлері бар, және мәтінді түсінумен байланысты оқушылардың мәселелері мен қиындықтары, одан кейін қазақ тілі пәнінің функционалдық оқу дағдыларын үйретудегі орны, оқу саласында оқушының құзыреттілігі, функционалдық оқу дағдыларын қалыптастыруға жүйелі көзқарас мәселелері, әртүрлі мәтіндер мен соның ішінде электронды форматтағы мәтіндермен жұмыс істеу ерекшеліктері, мысалы әртүрлі мәтіндерге тұтас мәтін, тұтас емес және аралас мәтіндермен қалай жұмыс істеуге болатындығы, оларға тапсырманы қалай құрастыруға болатындығы туралы сондай сұрақтар төңірегінде қарастырылатын болады. Жалпы бұл курста бүгінгі таңда функционалдық сауаттылық термині қашан пайда болды? Функционалдық сауаттылық термині 1957 жылы ЮНЕСКО-да сауаттылық және ең төменгі сауаттылық ұғымдарымен бірге енгізілді. Сауаттылық және ең төменгі сауаттылық ұғымдар қалай анықталады? Сауаттылық ол оқу, жазу, есеп және құжаттармен жұмыс істеу дағдылары. Ең төменгі сауаттылық қарапайым хабарларды оқу және жазу қабілеті болып табылады. Функционалдық сауаттылық терминін қалай анықтаймыз? Функционалдық сауаттылық бұл адамның социуммен қарым-қатынасы жағдайында оқу мен жазу дағдыларын пайдалану қабілеті. Мысалы, банкте есеп жасау, нұсқаулықты оқу, кері байланыс сауалнамасын толтыру және тағы басқа. Яғни бұл адамға сыртқы ортамен қарым-қатынас жасауға және оны барынша тез бейімделуге және жұмыс істеуге мүмкіндік беретін сауаттылық деңгейі. Атап айтқанда, мұнда мәтіннен ақпарат алу мақсатында және осындай ақпаратты нақты қарым-қатынаста мәтіндер мен басқа да хабарламалардың көмегімен қарым-қатынаста ақпарат беру мақсатында оқу мен жазу дағдыларын еркін пайдалану қабілеті кіреді. Функционалдық сауаттылықтың қандай түрлері бар? 8 түрі бар. Бірінші жалпы сауаттылық, екінші компьютерлік сауаттылық, үшінші ақпараттық сауаттылық, төртінші коммуникативтік сауаттылық, бесінші шет тілдерін меңгерудегі сауаттылық, алтыншы тұрмыстық сауаттылық, жетінші төтенше жағдайлардағы жүріс-тұрыс сауаттылығы, сегізінші қоғамдық саяси сауаттылық. Келесі сұрақ: функционалдық сауаттылықтың ерекшеліктері қандай? Тұлғаның тұрақты қасиеттері ретінде сауаттылықтан айырмашылығы функционалдық сауаттылық сол тұлғаның жағдаяттық сипаттамасы болып табылады. Функционалдық сауаттылық оқу мен жазу дағдыларын қалыптастыру үшін базалық деңгей болып табылады. Тұрмыстық мәселелерді шешуге бағытталады. Стандартты стереотипті міндеттерді шешумен байланысты болады.
нақты жағдайларда анықталады және белгілі бір жағдайды адамды сипаттайды. Ең алдымен ересек адамды бағалау ретінде пайдаланылады. Функционалдық сауаттылықтың жеткіліксіздігі қалай көрінеді? Функционалдық сауаттылықтың бар екендігі туралы біз оның жоқтығына тап болғанда жиі білеміз. Функционалдық сауатсыздық жағдай өмір салты мен кәсіби қызмет түрі өзгерген кезде өзін анықтайды. Адамның жаңа технологиялармен соқтығысуы жағдайында жиі анықталады. Мәселен, адам схемаларды, нұсқауларды бөлшектей алмайды. Мысалы, ұялы телефон, банкомат және тағы басқа осы сияқты қандай да бір құрылғыны пайдалана алмайды. Міне сол кезде функционалдық сауаттылықтың жеткіліксіздігі байқалады. Функционалдық сауаттылықпен қандай құзыреттер байланысты? Түрлі технологияларды таңдау және пайдалану қабілеті, мәселелерді көру және оларды шешу жолдарын іздеу қабілеті, өмір бойы үйрену қабілеті. Мысалы, түрлі халықаралық зерттеулері PISA, TIMSS, Pearls қандай бір пәндік салаларда функционалдық сауаттылықтың қалыптасу деңгейін тексереді. Яғни осы зерттеулердің функционалдық сауаттылық келесі пәндермен тексеріледі. Яғни ол оқу, математика, жаратылыстану, ғылыми пәндер. Оқу ұғымы функциялық оқу ұғымынан айырмашылығы неде? Оқу ол интеллектуалдық даму технологиясы, мәдениетті болу тәсілі, қарым-қатынастағы делдал, өмірлік мәселелерді шешу құралы. Оқусыз өмір бойы жалғасып келе жатқан зияткерлік даму мен өздігінен білім алу мүмкін емес. Мәтіннің мазмұны әрқашанда еркіндік дәрежелеріне ие. Әртүрлі адамдар өзінің жеке ерекшеліктері мен өмірлік тәжірибесіне қарай бірдей мәтінді әртүрлі түсінеді. Бұл Выготскийдің сөзі. Функционалдық оқу нақты тапсырманы шешу немесе белгілі бір тапсырманы орындау үшін ақпаратты іздеу мақсатында оқиды. Яғни функциялық оқу кезінде қарап шығу, сканерлеу және аналитикалық оқу кезінде негізгі сөздерді бөлу, дәйек сөздерді таңдау, схемалар, графиктер, кестелер құру тәсілдері қолданылады. Оқу сауаттылығы дегеніміз не? PISA, Pearls зерттеулерінде оқу сауаттылығы деп оқушының жазбаша мәтіндерді және олардың рефлексиясын ұғынуға, олардың мазмұнын өз мақсаттарына қол жеткізу, білім мен мүмкіндіктерді дамыту, қоғам өміріне белсенді қатысу үшін пайдалану қабілетін түсіну ұсынылады. Сауаттылық сөзі оқушылардың оқудағы жетістігін білдіреді. Оқу сауаттылық қанша деңгейде бөлуге болады? PISA зерттеуінде оқу сауаттылығы келесі деңгейге бөлінеді. Қарапайым критерий бойынша қажетті ақпараттың мәтіннен іздеу, бұл ең төменгі деңгей болып саналады. Мәтінде көптеген өлшемдер бойынша қажетті ақпаратты іздеу, мәтінде қажетті ақпаратты іздеу, ақпарат үзінділерінің арасында байланысты табу, белгілі бір қарама-қайшы ақпаратпен жұмыс істеу. Терең жасырынған ақпаратты қамтитын мағына бірізділігін немесе комбинациясын іздеу және орнату. Тапсырманы орындау үшін мәтінде қандай да бір ақпарат қажет екендігі туралы қорытынды жасай білу. Күрделі мәтіндер түсіну және оларды түсіндіру, тұжырымдау. Мәтін мазмұнына қатысты тұжырымдар мен гипотезалар жасау. Функционалдық оқу дағдылары қалыптасқан оқушыны не сипаттайды? Функционалдық оқу дағдылары қалыптасқан оқушы ол мәтіннен ақпарат алу үшін оны түсіну, ықшамдау, түрлендіру және тағы басқа үшін оқу, жазу дағдылары еркін қолдана алады. Функционалдық сауаттылық дағдылары қалыптасқан оқушы әртүрлі оқу түрлерін пайдалану арқылы, яғни оқып үйрену, көру, таныстыру. Ол мәтінді оқу мен түсіну тәсілдерін бір жүйесінен екінші жүйесіне көшуге қабілетті болады. Міне осы ұғымдарды сіздермен жалпы функционалдық сауаттылық термині қашан пайда болды және олардың жеткіліксіздігі, одан кейін немен анықталатындығы, деңгейлер туралы түсінік қалыптасты деп ойлаймын. Бұл туралы жазбаша вариантында оқи аласыздар. Сол себепті де мен сіздерге көрсетілген ссылкамен менің сайтыма кіріп, сонда ақпаратпен таныса аласыздар. Жалпы бұл бірінші модульге байланысты берілген видео сабақ болды. Одан кейін сіздер осының жазбаша түрінде оқып, одан кейін өздеріңіздің осы оқу сауаттылығы туралы түсініктеріңізді қалыптастыру үшін жеке тапсырманы орындай аласыздар.